Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Ақбота. Бүгін өте жұмсақ, өте оңай дайындалатын зебра пирогын дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттар: ұн, қант, сұйық май, су, какао, қамыр қопсытқыш және де 4 дана жұмыртқа керек болады. Терең ыдыстың ішіне жұмыртқаны салып, үстіне қантты саламыз және де миксерлеп бастаймыз. Жұмыртқа мен қант екеуі көпіре бастайды. 2-3 есе көпіргенге дейін миксермен жақсылап шайқап аламыз. Шамамен 5-7 минут миксерлейміз. Кейіннен үстіне 1 стакан сұйық май және де 1 стакан суды құямыз. Тағы да миксерлейміз. Шамалы араласып алғаннан кейін үстіне електен өткізіп дайындап қойған ұнды саламыз. Ұнды алдын ала өлшеп қойдым. Және де қамыр қопсытқышты салып, тағы да миксерлейміз. Бізде қоймалжың қамыр болады. Миксердің көмегімен жайлап араластырамыз. Жаңағы дайын болған қамырды теңдей 2-ге бөлеміз. Өлшеп бөлуге де болады, немесе мен сияқты көз мөлшермен теңдей 2-ге бөліп, бір бөлігіне какао ұнтағын саламыз. Толықтай араластырамыз. Какао ортасында түйіршіктеліп қалып қоймау керек. Қамырда какаоны езіп аламыз. Кейіннен мен пирогты 22 сантиметр формада пісірдім, немесе 24-те бола береді. Пирогты пісіретін формамызға бір ожау қамырдың ақ түсінен, бір ожау қоңыр түсінен кезекпен құйып отыратын боламыз. Осылайша барлық қамырды құямыз. Қамырлар құйылып біткеннен кейін үстіне өзіміздің қалауымызша суретті саламыз. Шпажканың көмегімен бірінші кезекте сыртына қарай сызып шығамыз. Шпажка міндетті түрде қамырға толық батып, астына тиіп тұру керек. Кейіннен сыртынан ішіне қарай итеріп суретті саламыз. Алдын ала қызып тұрған 180 градус пеште 50-55 минут пісіреміз. Бізде кексіміз толықтай пісіп шығады. Піскенін таяқшаны кекске тығып көреміз. Егер біздің таяқшамыз құрғақ болып шықса, кексіміз толық пісті деген сөз. Көріп тұрғандарыңыздай ортасы керемет болған, жұмсақ, дәмі ерекше болып шығады. Осы рецепті бойынша жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Ақбота. Менің келесі видеомда кездескенше. Видеоның астына комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар.